Қайырлы күн, менің есімім Бекдәулет Акімниязова, дәрігер-пульмонолог, әрі таракалды хирургпын. Өкпенің қатерлі ісігі ең көп таралған онкологиялық ауру. Шындықтан көрі дақпыртқа жақын. Бұл дерт ең көп таралған деп айту статистикалық тұрғыдан дұрыс емес шығар. Өйткені ол жерде мүлдем басқа сандар айталық. Дегенмен, өкпенің қатерлі ісігі бұл шынымен де кеңінен таралған ауру. Себебі баршамыз білетіндей ол бар. Әрі көпшілігімізде осы дертке шалдыққан әлде біреу бар. Сондықтан бұл дақпырт шығар. Бұдан басқа, егер біз темекі тартуды алатын болсақ, онда дәл осы темекі тартумен байланысты обырдың белгілі бір түрлері кездеседі. Қатерлі ісіктің белгілі бір формалары. Сол себептен бұл жиі кездеседі, дегенмен ең көп таралған деуге болмайды. Пассивті темекі тарту белсендісіне қарағанда зияндырақ. Бұл шындық. Белсенді шылымқор бұл темекіні өзі тартатын адам. Шылым шеккен кезде ол қайткенде де осының бәрін сүзгі арқылы деммен жұтады. Өзі сондай бір кішкентай келеді және қоршаған ортаға деммен бірге шығарады, өзі шығарады. Оған қоса сол темекінің бықсуы да бар. Әрі осы түтіннің барлығы да қасында отырған темекі тартпайтын адам пассивті шылымқорға қарай деммен бірге шығарылады. Яғни, шын мәнісінде пассивті шылымқор темекі тартушының сүзгіленген ауасымен тыныс алады. Бұған басқа темекінің өзінен бөлінетін бүкіл түтінді қосайық. Сондықтан бұл әрдайым зиянды. Әрі нақ осы жағдайда қыздырылатын темекі секілді түтін шығармайтын құрылғыны қолдануға болады. Оны темекі шегуден бір жолата бас тарту жолындағы кезең ретінде пайдалану мақсатында. Нақ осы жағдайда бұл құпталатын дүние. Алайда кез келген жағдайда да темекі тартудың пайдасы жоқ. Ондай ұғым да жоқ. Зиянсыз темекі тарту. Қасында отырсаң, белсенді түрде темекі тартасың. Сондықтан жалғыз жол темекі шегуді тоқтату, темекіні тастау. Заманауи пәлелердің бірі дұрыс тыныс алмаудың нәтижесінде пайда болатын компьютерлік апноэ. Бұл шындық. Апноэ бұл тыныс алудың тоқтауы. Қандай да бір үдеріске атсалысу кезіндегі тыныс алудың еріксіз тоқтауы. Дәл осы жағдайда біз компьютерлер мен гаджеттер туралы сөз етіп отырмыз. Әрі біз олардың алдында өте ұзақ уақыт отырып жұмыс істегенімізде, осы атсалысудың нәтижесінде тыныс алу тоқтайды. Біз тыныс алу кезінде іркіліс жасаймыз. Бұл кез келген жағдайға деген қалыпты эмоционалдық хал-күй сияқты. Әрі бұл жағдайда гипоксия пайда болады. Осының салдарынан ағзадағы жүйелер қызметтерінің бұзылуы туындайды. Мұның бірінші белгісі бастың айналуы болып келеді. Адам күні бойы компьютерде жұмыс істеді делік. Ешқандай физикалық жүктеме жоқтың қасы. Бірақ тұрған кезде шаршауды сезеді. Нақ осы гипоксия басқа жүйелердің бұзылысын тудырады. Жүрек қан тамырлары жүйесі, эндокриндік жүйе, тіпті қандай да бір ауыр ауруларға дейін. Сондықтан компьютерлік апноэ бұл белгілі фактор. Бүгінгі адамдардың белгілі хал-күйі, әрі бұл шындық. Темекіден бас тартқан кезде өкпе қалпына келу қабілетіне ие. Бұл сауалға айлалы жауап берейін. Әрі жоқ. Неліктен? Өйткені темекі тарту өкпедегі қайтарымсыз өзгерістерді тудырады. Кейде тіпті сол жасушаны құтқару мүмкін емес. Алайда аталмыш жасушаның айналасында орналасқан барлық жасушаларды құтқару және олардың жұмысын реттеуге әбден болады. Осының арқасында ішкі қалпына келу үдерісі болып жатады. Яғни тіпті 40-50 жастан кейін функционалды түрде темекі шегуден бас тартқан адам сапалы әрі жақсы өмір сүре алады. Мұндағы басқа бір жайт, қалпына келу деген сөздердің ауысып түсуі. Ағзаның қабынуы болып жатқан кезде, мәселен, коронавирустық инфекциядан кейін, ондағы қалпына келу мүлдем басқаша өтеді. Демек, жасушаны қалпына келтіру керек, ретке келтіру қажет. Ол жерде, жасушаның өлмеуінсіз ақ толық қалпына келу үдерісі болып жатады.